қосып, өздерінің 70 жылдық тойларын тойлап отырған Егінбай мен Қамытайды құрметтеп, құттықтап, ризашылығымызды білдіреміз. Егінбай мынау әуелде қандай болса, қазір деді сондай сол қалпында өзгерместен азаматтық пішінін, кішілік қалпын сақтап, өзінің ордасының, соларының бас иесі болып, отбасының ақышысы болып, осы халыққа шейін 70 жасқа келгенше бір тамаша дәрежеде жетті. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермеуі де мүмкін, асып та кетуі мүмкін. Бірақ Егінбай үшін, Қаматай үшін бұл жақсы қасиет деп ойлаймын. Ал енді Қаматай бұл қияңқы қара қызды, соның қияңқылығын көтеретінімізде, еркелетінімізде кейін қалыптасып, өзі кішкене өскеннен кейін, бой жеткеннен кейін, одан кейін семья болғаннан кейін қамажан, қамашқы болып еркелететінбіз. Ал енді қазір 70 жасқа жақындағанда ол тіпті басқаша да қалды. Қандай дейсіз ғой? Бақырауық. Ал енді сол осы қалпымен бақырсаң бақыр қарағым, шақырсаң шақыр. Осы туған туыстарын, жора жолдастарының арасында, ортасында Егінбай екеуін қолтықтасып, қол ұстасып, 100-ге дейін жетіңдер. Қазір мінеки 70 жылдық тойларыңды балаларын тойлап отырса, осынша азаматтардың басын қосып, қуанышты мереке ұйымдастырып отырса, сендердің 100 жылдық тойларыңды немерелерің мен шөберелерің тойлайтын болсын. Ал бірақ мен сол кезде көрмейтін шығарып, бірақ бір ауды күтіп, жатам ойлап ойлайын. Ал енді осы ортада отырған ағайын туғандар, бауырлар, бәрінде менің бауырларымсыздар. Мынау Қаматай мен Егінбайдың құдалары, жекжаттары, достары, оның балаларының құрдастары, достары, жолдастары, бәрінде қызықтап, осы тойға келіп отырсыңдар. Сондықтан әрқайсыларының отбасыларына осылай шаттық, қуаныш тілеймін. Жетпеген жерлерге жетіп, ойлаған мақсаттарың орындалып, өмірден өз орындарыңызды алып, еліміздің құрметті азаматы болып, еліміздің құрметті, әсіресе осы жердің құрметті азаматы болып, даңқтарыңыз өсе берсін. Сондықтан мен оған әр уақытта тілектеспін. Тек сіздерді осындай жиын тойларда ғана көремін. Өйткені мен бұнда өте сирек келемін. Сондықтан әр кезде аманды саулықта, осындай қуанышты дастарханда кездесе берейік. Аман сау бол, берекелеріңіз құтты болсын, той болсын. Ал Қаматай мен Егінбай 100 жасқа толып тойлатамын деген уәдесін бүгінгі той дастарханында бізге беріп болсын. Мінекей, осындай жақсы тілектер жолданып жатса, құрметті қонақтар, осы тілектің жалғасы құрметпенен Күлән апамызға да Күлән жеңгеміз. Күлән жеңгемізді мына әулетіменен, бүгінгі осына бала шағасыменен ортаға шақырамыз. Келіңіздер, ол кісілерді осына жақсы ниетпенен қошеметпен қарсылайық. Туыстар, алыстан келген құдағилар, бауырлар. Бүгін міне Қаматай мен Егінбайдың 70 жылын жасап жатыр. Бәрі қайырлы болсын. Ортамызда жеғалден жоқ болғасын, кішкені толғалып тұрғаным ғой. Шақырса да орталарында жүргенге не жетсін. Бәрі қайырлы болсын. Өмір жастарыңыз жақ болсын. Балаларыңыз қызығын көріп, орталарыңызды ойнап күліп жүре беріңдер. Ағайын туған туыстар, барлығыңыздарыңызға рахмат, аман келіп, мына қызықты көріп, осы қызық бәрімізге жалғаса берсін. 70-ге келмегендеріңіз келіңіздер. Қызыққа жалғасып осы тату тәтті өмір сүруге жазсын. Міне ендігі немді қалған сөзімді балаларым жалғасады. Атымнан қоржыным бар, шай болғаннан кейін осы кісілерге таратам. Аса қадірлі, құрметті ағатай, тәте. Сіздерді 70 жас мерейтойларыңызбен
шын жүректен құттықтаймыз. Жұмабаевтар әулетінен. Осы жасқа жеткенде бар, жетпегенде бар. Сіздер ағайын туыс бауырлардың, ұл қыздарыңыздың, күйеу келіндеріңіздің, немере жиендеріңіздің ортасында бай бәйбіше болып отырсыздар. Сіздер бақытты жансыздар. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, бақытты баянды болсын. Денсаулықтарыңыз зор болсын. Қаматай Қамажан Егоржаным Қаматай Қамажан Егорлатып жүруші еді ағаңыз өлеңдетіп. Жазбада көре алмады, кете барды осы тойда. Ал енді ағатай тәте, мына бүгінгі үлкен мерейтойларыңыз құтты болсын. Жастарыңызға жас қосылсын. Енді мен көп сөйлемейін. Мынандай бір өлең шумағыммен бастайын. Мен де әкем ұқсап. Ағайдыңға салып бақыт кемесін, жарқын жүзбен қуанышпен келесің. Құтты болсын 70 жастарыңыз мінекей, өздеріңізді бір құдайым демесін. Бәйтеректей жапырағы жайқалған, барша жұртқа жақсылықтарыңыз байқалған. Есен болсын ұрпақтарыңыз көрінген, ән қалықтап күй төгілсін төріңнен. Бақ орнасын әрдайым бастарыңызға, жас қосылған ағатай тәтежан жасыңызға. Амандықпен жетіңіздер Алла нәсіп еткен жастарыңызға. Деп, осы нағашы жақсы қандайды, үзілгенді жалғайды демекші. Бүгін сіздердің мерейтойларыңызға Жұмабаевтар әулетінің атынан 4 камфорлы электроплита. Тәте, ағатайыма тек күнде первый, второй, третий тамақтарыңызды дайындап отырыңыз. Айш тәте, ағатай, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бағандан бері жақсы тілектер айтылып жатыр, соның бәріне қосыламын. Періште әмин десін. Осының бәрі, осы дастархан жайылып отқанның бәрі осы бала шағаларыңыздың арқасы деп ойлаймын. Тәтежан, нұрға толсын жүзіңіз, қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз, тіршіліктің қызығына бөленіп, аман есен ортамызда жүріңіз. Ағатай, мейірің көп таңдандырған, біз үшін жарқылдаған алдымыздан, жылуың жүрегіңнің аямадың, өзіңе борышы көп бажалар мен балдыздардың. Апа ағам, 70-ке келіп отырсыздар. 70 тойларыңыз, мерейтойларыңыз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осылай той қызық көре беріңіздер. Немере шөбере сүйіңіздер. Осындай той бола берсін барлықтарыңызда. Барлықтарыңызда жақсылық дейміз. Енді міне бажам келелімде қалды жаңғырбай. Сол бір өзі ән жазып түні бойы ұйықтамай. Маған айтсын деді. Келелмәдім тойларыңызға, келелмәдім, келуші едім жұмыстан, жібермеді. Ән айтып мен сіздерді қуантар ем. Ақ тілекпен ақ қағаз алып, арқылы бажамнан жолдадым дейді. Ал 70 жас мерейтойы құтты болсын. Өміріңіз шаттықпен нұрға толсын. Қызықты күндеріңіз арайланып, көкірегіңіз күбірлеген күйге толсын деп. Мені осылай сіздерге сәлемдеп айтып жіберді. Ренжімесіздер, осы комиссияға бүгін келмей қалды. Комиссияның мүшесі екен ол өзі. Сол бар жақсылық деймін сіздерге. Осындай той бола берсін. Немере шөбере сүйіңіздер. Бәрекелді, мына әуелі бұл жүргенді бастау қиын, одан кейін көп алдында 400-дің түгелімен келмеген соң көп алдында барқылдап қақсау қиын деп Естай бабамыз айтқан екен. Ендеше бүгінгі жақсы ниетпенен осынау жақсы тілектің әрі қарай жалғасын әнменен жалғастырып отырайық. Құрметті қонақтар, осы Жұмабаевтар әулетінің атынан бүгінгі осынау құрметпенен оразалы ұлдарыңыздың домбыраның күмбірімен әсем саздың сыңғырларын айды қабыл алыңыздар, қошемет деп алдарыңызда жақсы әнменен оразалы ұлдарыңыз.
kalkıp Akkuları kalkıp Edilmen jayıp Edilmen jayıp Kaladın bir can yüreğin kar Sılkıldaydı sulu Edilmen jayıp Evvelide adam Sangayda sılkar Çıganlarda sılgay Anlatın jayıp Köyde bereketli, toy ilesi taslak bilim barısında, izleymin toydan eski tanısında, köngünün gözüm jakka alagaşar etsem kündür жерден дауысыңды деп. Бүгінгі сынау оразалы досымның класстасымның да дауысын естімегелі көп болды. Елді сағынған жыға қошеметті бір оразалыға құрмет көрсетіп қойсаңыздар. Бүгін мінеки осы жалпы Егінбай ағамызбен Қаматай жеңгеміз мінеки осы ауылда өздеріңіздің орталарыңызда туып өсіп, тайғылындай тебізіп, бірге осы қызықты да, қуанышты да бәрінде бөліскен жандар мінеки ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, тамырын тереңге тіккен бәйтеректей жапырақты шайқалтып, шаңырақты шайқалтқан жандар десек, ендеше бүгінгі осынау құрметпенен ағайынның көбейігі, ағайынның молайыбы құрметті қонақтар, ағайындықтың жалпы түп тамыры құдалықпен басталады екен. Мынау Олың өссе олы бір мұрадайсың, қызың өссе қырмызы құралайсың, естимісің есі жоқ ей дүние неге менен сүйінші сұрамайсың деп Мұқағали ақын ағамыздың өлеңінде өлгендей ұлын өсіріп, мінеки ұяға шаңырағына ие болып жатқан алдарыңызда жаңағы әнге елтіп, мынау көңілденіп, билеп, бүгінгі осы қуаныштан төбесі көкке бір елі жетпей жатқан бүгінгі осынау тойдың ұйымдастырушы, осынау Егінбай ағамыздың қазір қалада тұрғанмен, бүгінгі осы ауылдағы шаңырағын түтінтіп, осы орында бар оңылар деп мінеки бабаларымыз бұрын айтып кетсе, дегенмен де осы шаңырақты түтетіп отырған Марат пен осы Саяжан ұлы мен келіні болса, сол кісілерді құрметті бір қошемет білдіріп қойса, құрметті қонақтар. Осы Егінбай ағамыздың марқұм шайқы құдасы менен және де бүгінгі осынау тойымызға келіп отырған Әмина құдағи болса, және де сол кісілердің балалары бүгінде осыны Абзолланың қайынжыты деп бір ауызбенен түйіндейтін болсақ, Марат құдамыз бен Арымтай, Дейсен, Гүлнар атты осы құдаларымызды қошеметпен ортаға шақырсақ, Әмина құдағиымыз бастаған, Марат, Арымтай, Дейсен, Гүлнара. Келіңіздер осында құда-құдағиларымызға. Файзолла ұлының қайын жұрты Маңтай құда мен Раушан марқұм құдағиымыз бүгінгі осында Маңтай құдамыз келіп отыр. Маңтай құдамыз Файзолланың қайын жұртынан марқұм құдасы болса, және де бүгінде Жанғайша құдағиымызды ортаға қошеметті құдалардың қатарына қосамыз. Одан кейін мінекей құрметті қонақтар, бүгінгі осынау тойды ұйымдастырып, ағайынды жинап, осынау елде дүбірлі шаңын шығарып, ат шаптырып, осынау дүбірліге айналдырып жатқан Марат ұлының қайын жұрты, қайнатасы Өсербай, Айман, осынау бүгінгі құда-құдағиымызға қошеметтер ортаға шақырайық. Мынау одан кейін Жанат қызының қайын жұрты Алматыдан ат терлетіп келіп отырған құрметті осынау Жарылқасын құдамыз бен Анар құдағиымыз. Мына қазір оқысың жанына барамыз. Егер мына жерге шыға алмайтын жағдай болса, қастарыңызға микрофонда апарып береміз, құрметті қонақтар. Одан кейін мынау Жанар атты қызының қайын жұрты мынау марқұм Құрманәлі құдасы, және де мінеки бүгін осынау Жұбаржан құдағия келіп отса, енді мынау Ерсін Ақмарал, Гүлнар Манарбек атты осы құдаларымыз, осына бүгінгі Жанар қызының қайын жұртынан осындай құдаларымыз келіп отса, ортаға шақырамыз, құрметті қонақтар. Және де құрметті қонақтар, мынау осынау одан кіші қызы Марал қызының қайын жұрты, осынау Ержан марқұм құдасы болатын болса, бүгін мінеки балаларын бастап, әулетін бастап келіп отырған Бақыт құдағиын ортаға шақырайық. Және де Жомарт құдасы осынау үлкен ұлы, жақсы ниетпенен ақ тілектің кезегіне қол соғып құрметтеп осындай құдаларын
Қошеметтеп шақырайық, құрметті қонақтар. Құрметті ағайын туысқандар, мынау Құдай жазып мінекей Егінбай мен Қаматай құдағимен құдағи болып отырмыз мінекей. Құданы Құдай қосады дейді. 1000 жылдық міне құдағи болып отырмыз. Менің енді өзі семьям атынан тілейтінім мынау ауылдастарымның сол келген құдалар атынан тілейін. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық берсін. Мынау балалардың қызығын көріп, қартаймай осылай жүре беріңіздер. Жалпы сыйлап шақырғандарыңызға көптен көп рахмет. Балалардың қызығын көріңіздер. Ал Егінбай Қаматай құдағи ауылымыз аралас қойымыз қоралар еле Ақкөлдің бір фермасында сіздер туып өссеңіздер, бір фермасында мен туып өстім. 25 жыл болды міне 4 күн августтың құдағи болғалы. Бір ауыз сөзге кеп көргеніміз жоқ, бітті қабақшы тысқамыз жоқ. 100 жаса 1000 жаса деп Аллаға шүкірлік қылмаймын. Алланың берген жасын жасап, мына ұл қыздарыңның, келіндеріңнің, күйеу балаларыңның, немере жиендеріңнің, шөберелеріңнің қызығын көріп, ауырмай сырқамай, осындай той қуалап, 75-те де, 80-де де, 90-да да бәріміз бірге болып, бірге осылай қауышайық жақсылықпенен. Амандық болсын, елім жұртым, бәріңізге де денсаулық, амандық тілеймін. Сыйлап келіп, құдағиымды осындай тойды бөліскендеріңізге, бәріңізге де рахмет. Құдағи, мына жетістікке жатқан десе, тойларыңыз қайырып, семейде бақып, балаларыңызды көре беріңіз. Сен аспанын жасып отырмыз, ойын демедіңіз. Құда, тойларыңызға бір жылқы. Toylarınızga bir жылқы verin. Құрметті қауым, ауылдастар, құдағилар, ағайын туыстар, құдағи бүгін 70 жасқа келді, 70 жас. Қайырлы болсын тойлар, балаларың қызығын көрсін, қызығына тоймасын. Бақытты болсын. Az ғана не, қоржын әкеледі, оның сосын шайды ашамыз дейді. Ал құдағи, туғанының қайырлы болсын, өмір болсын, бақыт болсын, көргеніміз күніңдер, денсаулығыңыз болсын, бала шағадан келіңдер, осымен барлығымыз келіңдер. Қоржынды шайдан кейін ашамыз, бәріміздің бір бітті кезінде жорғада мінгіздім құдамай, енді дорбалатып келіп отырмын, ашамыз сосын. Біз деген кешін ақшықылы баян ауылдан кетірміз. Ең бірінші қалайық сіздерге айтарым бүгінгі міне Ақкөл ауылында, Қожатай ауылында мынау мерейлі тойды өткізіп жатқан біздің бас құдамыз. Ауыл ақсақалды аталар, ақжаулықты әжелер, ауылдарымызда мінекей үлкен мерейлі той болып жатыр. Тойларыңыз тойға ұлассын. Екінші айтарым мынау бүгін біздің осы ауылдың ардақты азаматы, біздің құда мен құдағидың 70 жасқа келген мерей тойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын. Осы балаларыңыздың арасында жайнап жүре беріңіздер, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, ағайын туыстарыңыз бәрі аман болып, осы балаларыңыз арасында, немере шөберелеріңіз арасында осындай қандай әдемі жасарып жүрсеңіздер, солай әрі қарай өмір кеше беріңіздер. Енді бір айтайын дегенім, менің 86 жастағы шешем бар. Сонау баян ауылда тұрады, ол кісі өзі аздап ауырып қалды. Сол кісінің аманаты бар еді. Менің сол 1000 жылдық құдама, менің мынау берген шашуымды өзің сол айтып бер деген, сол шашуларын беруге рұқсат етіңіздер. Gracias.
Al Құдай, туған күндеріңіз қайырлы болсын. Қосағыңыз бен қосағаңыз, немере шөбере сүйіңіз. Балаларыңыз аман болсын, отамыз тиіспесін. Осы келгендерді қонақтарға болсын. Тойды бәрілеріңізге тілеймін. Ал енді осы семьямның атынан баянау барысына. Ойнаған жұлдыздарым, көрдің бе сен баянның баурайында, сайра салып ойнаған ұл қыздарым, таулары биік айбында, көлдері мөлдір айдында, қыздары көркем май гүлі баянның, ұлдары көпке әйгілі. Баянау ал басынан күн алмайда, көл бетінен күнімдеп нұр ойнайды. Жасыбайдың көлінде сайран салып, саяла сен жұпара саябағы. Таулары биік айбында, көлдері мөлдір айдында, қыздары көркем май гүлі баянның, ұлдары көпке әйгілі. Рахмет, тойларыңыз тойлы. Енді ержан айтушы жезде тәте деп еркеліп өсіп еді, енді міне оған жазбады, енді ол да Алланың әмірі. Сіздерге тілейтін дендеріңіз сау болсын. Осылай немерелеріңіздің арасында бүгін 25 жастайсыз. Сол 80-ге секіріп жетіңіз, 100-ге жүзіп өтіңіз. Жаңағы тілектер қабыл болсын. Еш уақытта ауырмаңыздар, осылай тек ортамызда жүре беріңіздер, аға тәте болып. Құрметті ағайын туысқандар, құрметті қонақтар, бүгін құдағи тойларыңыз құтты болсын. Алла дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке, бірлік берсін. Алла тек өмір жасыңызды ұзақ қылсын, құдағи. Балалар аман болсын. Енді жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді. Жақсы мен жақсы құда болсаң, әрдайым арасында жорға жүреді дейді. Әрдайым арамызда жорға жүрсін құда. Дендеріміз сау болсын. Отбасыларымызға береке, бірлік тілеймін. Рахмет.